Қайырлы күн достар, біз бүгін тортқа надпис жазып үйренетін боламыз. Қандай шоколадты қолданатынымды шортс видеодан көрсеңіз болады. Осылай алақанымызға үлкен саусағымызбен қысатын мөлшерде ұстаймыз. Шоколадымыз сұйық болмаған дұрыс. Менікі дәл қазір сұйық. Сіздер бөлме температурасында қолданғандарыңыз дұрыс болады. Тортымызға тигізбей арақашықтықты 2 мм-дей сақтаймыз. Және де шоколадты тігінен ұстаған дұрыс. Қарайтын болсаңыз, басыңызды былай жанынан қарасаңыз болады. Тігінен ұстағанда әріпіңіз өте біркелкі болып шығады. Карандаш сияқты, ручка сияқты осылай әр әріптің ізімен жүріп шығамыз. Әріптеріміздің өлшем бірлігі бірдей болған дұрыс. Оны біз қалай анықтаймыз? Т әріпіне қарап, У әріпінің размері шығады. У әріпіне қарап, Ғ әріпі. Солай әріптеріміз біркелкі, бір типте шығады. Және де барынша түзу жазуға тырысамыз. Бастапқыда қиын болуы мүмкін. Кейіннен сіз өзіңіз үйреніп кетесіз. Мысалы, жоғарыдағы надписпен Айдана мен туған деген надпистің арақашықтығы біркелкі болған дұрыс. Әріптеріміз де бір өлшемде болған дұрыс. Оны біз әр жазған надписімізден, жаңағы әріптерімізден анықтауға болады. Үй жағдайында міндетті түрде қайталап көріңіздер. Бұл өте түсінікті деп ойлаймын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, кері байланыс жасап, комментарийге қалдырсаңыздар болады. Тортта надпис жазғанда ең алғашқы ереже ол бір дұрыс орналастыру надписті және қақ ортасына орналастыру. Жанына емес, астына емес, прям ортасына. Оны қалай анықтаймыз? Екі жанын бірдей өлшемде, жоғарыға және астыңғы жағын бірдей өлшемде қалдырамыз. Және де надписіміз әдемі көріну үшін біз бастапқы әріпті, мысалы Айдана дегенде А деген әріпті, Жазира дегенде Ж деген әріпті, бастапқы үлкен әріптерді әдемі етіп жазсақ, қалғандарын ешқандай узорсыз бір қалыпты етіп жазғанда ол кезде тоже әдемі көрінеді. Сол ережені сақтанып жазып көрсеңіздер болады. Ең алғаш жазу үйренгеніміздей дәл солай осындай сызықтар, шоколадпен басқаша жазып көрсеңіз болады. Дөңгелектер, осындай әріптерді қысып жіберіп қолыңызды жаттықтырып алсаңыз болады. Бұл шоколадтың бір жақсы жері, сіз оны пергаментке қолданғаннан кейін, арнайы уақытта қатқаннан кейін қайтадан оны қолдана аласыз. Ерітіп. Солайынан сіз қолыңызды жаттықтырып алсаңыз болады. Бірінші тортқа жазбай тұрып, осылай неше түрлі надпистермен әріптер, сандарды жазып, қолыңызды жаттықтырып алғаныңыз дұрыс.